Сәлем достар, баршаңызға қайырлы күн. Сіздермен Гүлбану. Бүгін сіздермен дамский пальчиктің рецептімен бөлісетін боламын. Менің видеомның соңына дейін қарап лайк басып тіркелуді ұмытпаңыздар достар. Ең алдымен 200 грамм пампушка қажет болады, немесе кез келген майда жарайды. Үстіне 150 грамм су құямыз, яғни бокалымызды толтырмай су құятын боламыз. Отта ерітіп аламыз майымызды. Ерітіп аламыз, қайнаған сәтін күтеміз. Қайнай бастаған кезде қолымыздың ұшымен тұз салатын боламыз. Және 3 ас қасық шекер саламыз. Ерітіп аламыз отта. Ұн салатын боламыз. 2 стакан ұн салдым толтырмай. Жаңа суымызды қанша салсақ, ұнымызды сонша 2 есе саламыз. Енді үздіксіз араластыра отырып, іртігін кетіріп аламыз. Астын байлаулатамыз. Қою масса болғанша араластырып отырамыз. Міне осындай болып шықты, қою болып қамыры. Енді толықтай суытып аламыз. Екінші ыдысымызға салып аламыз. Жаңа мен 3 дана жұмыртқа салған болатынмын. Кішкене сұйық болып тұр. Үстіне тағы да 1 дана жұмыртқа саламыз. Миксермен араластырып аламыз. Міне осындай сұйық болады. Және тағы да біреу салдым, өйткені кішкене қою болып тұр. Сонымен 5 дана жұмыртқа болды. Егер сіз ұныңызды көп салып қойған жағдайда, жұмыртқаңызды тағы да жұмыртқа қосыңыз. Осылай менде қою қаймақ тәріздес пайда болды. Енді оны силикон жаңағы кондитерлік мешогымызға салып аламыз. Барлығын салып, табамызға ұзынша етіп құйып шығатын боламыз. Және 180-200 градуста пісіріп аламыз. Міне достар, осындай қамырымызды дайындап алдық. Енді кремін дайындайтын боламыз. 500 грамм қаймаққа азырақ сгущенка салып алдым. Қаймағымыз міндетті түрде 20%-дан жоғары болуы шарт. Міне креміміз дайын болды. Енді тарелкемізді алып, дайын болған қамырымызды кремге батырып, барлығын тізіп шығамыз. Міне осылай қойып шығамыз. Дәл осы рецептпен менде 3 тарелке шықты. Сіздер де жасап көріңіздер. Менің дәл осы жасап атқан рецептім 4 жылдан асыпты. Ешқандай ұятқа қалдырған емес. Сіздер де бір жасағаннан керемет болып шығады. Жасап көруге кеңес беремін. Үстіне әсемдігі үшін кез келген жеміс жидектер немесе шоколадты ұнтақтап үстіне сеуіп шықсаңыздар болады. Міне осылай барлығын тізіп шықтым. Ешқандай холодильникке салудың қажеті жоқ тоңазытқышқа. Сразу десерт ретінде ұсына берсеңіздер болады. Міне барлығын қойып шықтым. Енді үстіне әсемдігі үшін шоколадты ерітіп, үстіне құйып шықтым. Достар, мені видеомның соңына дейін қарағандарыңызға үлкен рахмет. Менің видеом ұнаса, лайк басып, пікірлеріңізді қалдыруды ұмытпаңыздар. Ас болсын.